Сәлеметсіздер ме? Мен Берік Ақбота, қазақ тілі әдебиет мамандығының 3-ші курс студенті. Осы қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы IT және цифрлық ресурстар пәні бойынша жалпы болашақ маман ретінде өзіме жаңа әдістерді, жаңа программаларды үйрендім десем болады. Болашақ маман ретінде оқушыларды қызықтыра алатын программаларды, соның ішінде iSpring Suite, сонымен қатар электронды күнделік немесе электронды кітап жасау бағдарламасын, FreePDF бағдарламасын үйрендім. Ол болашақта маған яғни нұсқаулық кітапша болсын, не болмаса дидактикалық ойындар, жаңа әдіс тәсілдер жасауға өте көмектеседі деп ойлаймын. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сәрсенова Ася, қазақ тілі әдебиеті мамандығының 1-ші курс студентімін. Осы IT және цифрлық технологиялар пәнінен 1-ші семестр бойы өткен бағдарламалардың барлығын пайдалана отырып, сабақты тек қана әдемі емес, сапалы, мәнді, мағыналы өткізуді үйрендік. 45 минут болашақта мұғалім болғанда 45 минут сабақты уақыттың ішіне барлығын толықтырып, қайталауды да, жаңа пәнді үйретуді де бәрін келістіріп істеуді үйрендік. Қандай программалар соның ішінде? Соның ішінде маған өте ұнағаны Quizzes, онлайн тестбат және де электронды кітап жасау. Менің атым Дүйсенғали Ақнұр, IT және цифрлық ресурстар пәні бойынша көптеген жаңа программалармен жұмыс жасап үйрендік. Атап айтатын болсақ, Word тақтасы, тестбат, Hand Animation, тағы басқа көптеген программаларды үйрендік. Солардың ішінде бізге болашақ мұғалім ретінде барлық программаның тигізер көмегі көп деп білем, және мұғалім болмай жатып қазіргі студент шағымыздың өзінде пайдамызға асырып жатырмыз. Біздер жалпы осы сабақ бойынша көптеген нәрселер үйрендік. Оның ішінде түрлі мүмкіндіктері бар приложенияларды жүктеу арқылы өзімізге керекті ақпараттарды оқушыларға, я болмаса өзімізбен қатарлас студенттерге жеткілікті түрде түсіндіре алдық деп ойлаймыз. Оның ішінде слайд жасау, слайдты түрлі форматтарда түрлендіру, тест жасау түрлері, электронды кітап жасау, видео жасау сынды түрлі мүмкіндіктерді өзіміздің сабақтарымызда қолдана алдық. Алдағы уақыттарда түрлі практикаға барған уақытта және де жұмысқа орналасқан уақытта өзіміздің оқушыларымызға осындай мүмкіндіктерді қолдану арқылы жақсы жетістіктерге жете аламыз деп ойлаймын. Әрі жаңашыл мұғалім ретінде бойымызға табамыз. Мен осы сабақтың барысында өзіме көптеген тәжірибе жинақтай білдім деп айта аламын. Себебі қазіргі таңда мұғалімнің басты құралы ретінде танылып жатқан бағдарламалардың негізгі көрінісі ретінде жүйелі жұмыс жасай білдім деп айта аламын. Себебі ең ішінде маған жақын болғаны бұл сократив тест, яғни біз сол арқылы өзіміздің белгілі бір тесттерімізді жасай отырып, басқа студентке көрсете білдік. Жұмыс жалпы нәтижелі шықты. Менің есімім Төлепова Айгерім, мен IT сабағынан Hand Animation программасы арқылы бейне сабақтар жасауды үйрендім. Және де Google Диск программасы сайты арқылы e-портфолио жасауды үйрендім. Бұл маған өте көмегін тигізді. Алдағы уақытта мұғалім мамандығы бойынша жұмыс жасаған кезде осы программаларды қолданып өзімнің жұмысыма пайдаланамын. Мен Түгелбаева Ақшыңыз, қазақ тілі әдебиетінің 3-ші курс студенті. Осы семестрдегі IT пәні бойынша көптеген жаңа программаларды және жаңа тәсілдерді үйрендім. Ең бастысы өзіме осы программалардың ішінде маған ұнағаны электронды кітап жасау. Бұл алдағы уақытта мұғалім болсақ та осы студент кезде де кез келген уақытта қолдануға өте қолайлы. Және осы күнделікті PowerPoint бойынша жаңа шаблондарды да үйрену арқылы слайдтарымызды өзгеше жаңа форматта үйренуге көп мүмкіндік берді. Біз осы IT технология сабағында өзімізге керекті көптеген пайдалы ақпараттарды ала білдік. Соның ішінде ең алдымен мен өзіме жеке өте бір жақсы программаларды, сонымен қатар өзіміздің сабағымыздың барлығын осы апайларымыз үйреткен қаншама тесттермен, слайдтармен, күшті видео жасайтын сабақтардың барлығын біз өзімізге жақсы жағынан пайдалана білдік. Сонымен қатар өзімнің ойымда YouTube каналында ашылды, сонымен қатар жақсы бір электронды кітаптар жасауды, жақсы бір тесттік жұмыстар жасау арқылы мен өзімді осы сабақта толыққанды дамыта алдым. Саламатсыздар ма? Менің есімім Саламова Динара, қазақ тілі әдебиеті мамандығының 301-ші тобының студентімін. Мен осы қазақ тілі әдебиеті оқытудағы IT және цифрлық ресурстар сабағында көптеген бағдарламалармен жұмыс жасауды үйрендім. Оның ішінде ең қызығы маған ұнағаны Hand Animation және
форматында кітап жасау, 3-ті форматта кітап жасау. Бұл бағдарламалар мен үшін бір өте қызықты, жаңашыл болды. Өйткені болашақта бұйырса алдағы уақытта мұғалім болып жатқан кезде осы бағдарламаларды қолданамын. Яғни оқушыларға да қызықты, өзіме де қызықты және де сабақты жақсы меңгеруге көмектеседі. Мен осы сабақ арқылы көптеген пайдалы ақпараттар алдым. IT сабағы бізге интерактивті тақтамен жұмыс істеуге, слайдпен жұмыс істеуге, YouTube арнасымен жұмыс істеуге көптеген пайдасын тигізді. Және де осы сабақ үшін, IT сабағы үшін және Али апайға үлкен рахмет.